Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. Үйсіндер мен қаңлылардың тілі мен жазуы. Үйсіндер мен қаңлылар ежелгі дәуірде әртүрлі тілдік ықпалға ұшырағанымен, олардың түркі тілдес болғанына дәлелдер бар. Талас өзені бойынан табылған сына жазулар үйсіндер мен олардың көршілерінде жазу мәдениеті дамығанын дәлелдейді. Қытай деректері қаңлылардың көлденең жазу жүйесі болғанын, тіпті кітаптар жазғанын растайды. Қытай елшісі Сыма Цянь қаңлылар туралы патша ордасында оның заңдары мен жарлықтары ілулі тұрады деп жазған. 2006 жылы оңтүстік Қазақстандағы Күлтөбе қалашығындағы қазба жұмыстары нәтижесінде археологтар қаңлы жазуы бар қыш тақтайшаларын тапты. Үйсіндер мен қаңлылардың діни наным-сенімдері. Табиғатқа, аспанға, отқа, күн мен айға табыну кең таралған. Бақсыларға сеніп, оларды рухани күш иелері ретінде құрметтеген. Ұмай анаға табыну кең таралды. Қаңлылар мен үйсіндер өздерінің патшаларын тәңірге теңеп тәңір құт, күнге теңеп күн би деп атады. Тотемдік наным-сенімдер жиі көрініс тапты. Мысалы, көк бөрі, аққу, елік және тағы басқа жануарларды қасиетті санаған. Қара жерді қадір тұтып, анаға теңеп, жер ана деп атаған. Айналадағы табиғатқа жан бітіруші және қамқоршы көк аспанды да жаратушыға теңеп, көк тәңірі деп атады. Қаңлылар арасында буддизм де таралған. Үйсін қоныстары. Үйсіндер тұрақты үйлерде өмір сүрген. Үйлердің екі түрі болған. Балшықтан жасалған үйлер және тастан тұрғызылған үйлер. Үй ішінде үлкен бөлме, қосалқы бөлмелер және мал қорасы болған. Үйлердің ортасында жерошақ, от жағатын орын орналасқан. Ақтас қонысында 5 тас үй, шаруашылық құрылыстар, арықтар, егістік алқаптары табылды. Қарғалы шатқалында асыл тастармен безендірілген алтын қарғалы тәтісі табылды. Үйсін обалары. Үйсіндер обаларының көбісі өзен жағаларында, тау бөктерлерінде орналасқан. Кішкентай обалардың диаметрі 6-дан 20 метрге дейін. Биіктігі жарты метрден 1,5 метрге дейін. Үлкен обалардың диаметрі 50-ден 80 метрге дейін, биіктігі 8-ден 12 метрге дейін. Бұл қорғандардан алтын әшекейлер, қол айналар, ағаш қобдишалар табылған. Кейбір обалар тоналған. Үйсін обалары 3 кезеңге бөлінеді. Ерте кезең біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 ғасырларға жататын Қапшағай, Өтеген, Қызылеспе обалары. Орта кезең біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасыр мен біздің заманымыздың 1 ғасырына жататын Өтеген, Қарлақ, Талғар обалары. Кейінгі кезең біздің заманымыздың 2-3 ғасырларға жататын Қапшағай, Шолақжейде, Қалқан обалары. Қаңлылардың археологиялық ескерткіштері. Ташкент және Шардара су қоймасы аймақтарында табылған қауыншы мәдениеті. Отырар мен Сырдың орта ағысына дейін созылып жатқан егінші отырар Қаратау мәдениеті. Сырдарияның төменгі ағысындағы, Арал бойындағы мал өсіруші Жетасар археологиялық мәдениеті. Сырдария мен Ырғыз өзендерінің құрғап кеткен ежелгі салаларына жақын жатқан Қаңлы мәдениетінің қалашықтары. Алтынасар, Қурайласар, Қараасар, Базарасар, Томпақасар, Жалпақасар. Шыршық өзенінің оң жағалауынан ұзындығы 20 шақырымдай Зақ арығының жұрнағы табылған.